Прямой эфирлерин карадым, бирок сурагым өтө көп эди. Сенімсіздікпен бастагам. Катты боран кезинде басында енді кыйынчылыктар болду. Калай көрүшсүз аларга жүгүрүп? Көп балалуу анамын. Ата-энем бар. Заказ жабуу, нарык зерттөө деген бар. Балага да, казанга да бәрі. Бирок мен тарифимди ауыстырып койдум. 40 күн ичинде 505 мың мастер-класс бар. Окумасам болмойт дедим. Ассаламу алейкум, калайсыздар? Бүгүн бизде Аида ханымдын үйүндө конактамыз. Аида ханым бизде 40 күндө өтө жакшы натыйжа көрсөткөн. 4 баласы бар, ата-энеси бар. Вакыт жок, сылтау издемей, нактуу бир эмгек этип жүргөн ханым бизди үйүнө конакка чакырып, өзүнүн натыйжелерин көрсөтүп, алгачкы жемистери менен бөлүшүүдө. Аида ханым, қалайсыз? Қалай келдіңіз? Кендерді қайдан таптыңыз? Қалай үйрендіңіз? Қош келдіңіздер. Мен осы сіздердің курстарыңызға барып оқыған өте қуаныштымын. Басында сенімсіздікпен бастағам. Қатты боран кезінде бірінші Азамат Серігұлдың мастер-классына барғам. Боранға қарамастан. Желание сонша мықты болса, барасың. Содан барып келген соң қатты ұнады маған бұл кісінің несі айтқан, түсіндіргені, жалпақ қазақша тілмен айтқаны. Содан оқимын деп шештім. Содан кейін боран басылып көктемде оқи бастадым. Жақсы, мен даже компьютерді жақсы түсінбей барғам, негізі ала алмайтын шығармын. Сонда да оқып көрейін дедім. Неге дегенде мен көп балалы анамын. Ата-енем бар, шаруаларым да бар дегенде ойладым, мен миыма кірмейтін зат шығар. Сонда да желанием қатты болды. Оқыдым. Азамат Серігұлы нақты түсіндіреді, пошагово бәрі. Басында енді қиыншылықтар болды. Жаңағы документациямен. Зерттеу жағынан. Иә, зерттеу жағынан. Енді оңай жерден жоқ дейді. Соны бастадым. Жолдасыңыз басында сенді ма, бірден доверие етті ме, или? Жоқ, жолдасым сені кіремеді, бірақ жіберді. Бар, көш. Істеп көш, жарайды. Сонша ұмытылып атсың деді да. Көрек деді, бірақ мен соның сөзін жаңа екетпей дәлелдегім де келді бір жағына. Өзім мамандығым бухгалтер, бірақ жұмыс көп істемегем. Сол тұрмысқа шығып, сол балдармен неше жылдар бері. Қазіргі күнге дейін нақты табысыңыз қанша қазір? 40 күн ішінде 505 мың. Енді ата-енеңіз бар, 4 қызыңыз бар екен. Қалай көрүшсүз оларға жүгіріп барып, заказ жабуу, нарық зерттөө деген бар. Оларда қалай жасап жүрсүз? Жоқ, алла бәріне уақыт бөл, не қылсаң табылады дейді ғой, бәрі уақыт табылады жаңағындай. Көңіл бөлсең. Иә, үлкен желание керек. Бәріне де үлгеруге болады. Балаға да, қазанға да бәріне. Өте керемет енді. Көп жастардың негізгі сылтауы осы да. Бірақ 24-те жетіп, сіз 40 күн жүгірген жоқсыз ғой? Жоқ. Мен оны ито күніге де қарамаймын. Қолым тимей қалған күндер болады. 3 күнде бір қараймын десем де болады. Бірақ сол балдар ұйықтап жатқанда, қолым бос кезде или қазаным қайнап жатқан кезінде сол арада кейде қарап қаламын. Кіріп жүгіріп. Иә, бәрін қарап, избранное қойып, одан кейін қайттан оны сүзгілеп, зерттеп, ізденем. Өте керемет. Соның өзінде табысқа осындай. Енді алда қандай мақсаттар қойып отырсың сен? Болашақта бір айда қаншаға шығамын деген? Қазір мен енді принцип қойып отырмын, жаңағы сіз айтқан рекордтан рекорд ұрам ба деп. Иә, жаңартам ба деп ше. Бір заказбен бізде 600 мың жатқан, ол кісі бәріне бір мотивация болып отыр. Иә. Ол рекордты енді біраз кісі жанасқысы келеді. Ол кісіде, өтірік айтпасам, 3 баласы бар ма? Сондай кісі. Бұрын военный болған екен, одан шығып кеткен, ол отпуста жүрген. Или декретный да ма, қайта жұмыс жасап жатыр. Бірінші мен тарифім годовой 1 миллиондық еді ғой. Иә. Мен тарифімді 10 миллиондыққа ауыстырып алғам.
Иә. Жаңа рекордтарға шығып. Иә. Бірақ айтпадым сіздерге. Соны алып тұрып алдым. Бір ip аштыңыз, онымен істей алмадыңыз. Иә, бір ip-ні ашқан кезімде, мен өзіме ашуға мүмкіншілік болмағансын, жаңағы қайныме аштым. Ол қайнымнан штрафы бар екен машинасын. Иә, штраф болса, заявка бере алмайсыз. Аха. О ip-ні істете алмадым, сол күйі жабылды. Екінші қайныме тағы да қайнымдер аман болсын. Екінші қайнымда бардым да жаңағы оған ашып алып, ол жақсы. Соның ip-сімен істеп. Ол отказ берсе тағы бір тауыш едіңіз? Табатын. Табатын. Ізденсе табатын дәлелдеп жатқан кісілер, Аида ханым өте керемет. Табатын едім ол негізі. Мен асығып бүйтіп істеп жатқан жоқпын, бірақ жай. Бәрін бабымен дейсіз. Иә, бабымен санап, есептеп, бәрін зерттеп. Бірақ мен тарифімді ауыстырып қойдым, қазір сол жаңағы рекордты жаңартамын ба деп. Мақсаттарыңыз айқын болып тұр ғой. Иә. Нақты көре бастадыңыз да, цифрларды қалай шығу керек. Иә. Сіз тендерді жылдам инвестиция дейміз. Мысалы, саласың, шығарасың. Иә. Осыған қалай қалайсыз? Рас ол. Тез қайтады. Тез қайтады. Менікі особенно біріншісінен өте тез жылдам болғансын, маған үлкен не берді да. Желание дальше работать дегендей. Бірінші заказ таза қанша таптыңыз? Бірінші заказдан 190 мың пайдасы. Простой клейка бумага. Канцтовар ғой. Жақсы. Ізденсең бәрі болады. Қай уақыттарда ашып қарап жүрсің өзіңде ноутбуктан товарларды күннің қай уақытында? Күндіз қараймын, жаңағы қазіргі саудагерлер жұмыс уақытында қараймын да. Иә, хабарласып кештетпей сұрап алуға сол уақытты өлшеп қараймын. Өйткені әрқайсысы үйіне барады, балашасы бар, шаршайды жаңағы дегенде. Сол уақыттары сұрап алам. Болмаса барам. Өткендері олар телефонға да жауап бермей жүрді. Карантин уақыты қиын. Соның үшін мен өзім таксилетіп, жолдасыма тиіспеймін деп, ол өз жұмысында, мен өзім барып. Например, мен түсінбеймін, швеллер деген түсім, не ол швеллер дедім да, десем темір екен. Тауып алдым дейсің. Жақсы, енді тендерда түсінбейтін нәрсеге кірсең, мүмкіншілік өте көп та қарап ол. Иә. Ел көп жүрген жерде жүрсең, ел қатарлы нәтиже. Ерекшелене білсең, оның өзі бір үлкен жетістік. Қатты емес, кішкене ғана бір ерекше нәрселерге кіре бастасаң, мүмкіншілік жетеді. Сол маған ұнады сол. Ерекше сәл түсініксіз заттар болады ғой, өтіп кетпей, мен соны қайтып оқып, избранный қойдым, бір оқып келіп, қайтып айналып келіп оқи берем. Соны кейін іздей бастадым. Жаңағы. Іздесең табасың. Аты түсініксіз, бірақ өзіміз қолданып жүрген заттар дейсіз. Иә. Аты ғана түсініксіз. Аты көп айтады, мысалы, банан десе, елдің барлығы біледі. Банан тауып алады. Иә. Басқа нәрсені айтса, олар қарақыста келмейді, өтіп кете береді. Иә. Бірақ сол сіз айтқанда бірінші кішкентай заказдан бастадым. Азыздан да. Закон малого начала дейді. Сонда да для опыта ғой? Для опыта. Иә, алыс жерлерге апарып бердім, жаңағы военкомат деген жерлер. Процесс түсіну үшін. Иә. Документация түсіну үшін басында алғашқы адамдарға керек көп нәрсе. Одан кейін үлкейте бересіз да, білесіңіз. Осы нәрсені біз көп беріңіз керек те, барлығына бөліскен сайын бәрінде де берекесі арта береді. Иә, дұрыс айтасыз. Өткенде ғана сіз нетворкинг өткізбейсіз ғой. Соның да пайдасы жақсы. Соны қазір қолға аламыз, алла берсе, негізі ортасы. Өте жақсы, Аида. Жетістікке жете беріңіз. Қуаныштымын, сізге де рахмет дастарханға шақырғаныңызға. Түскі асым дайын болғанша кезекті ұтып алған автомат выключателім бар, Астана су арнасынан. Соны дайындап болғам, накладнойын қазір дайындап печаттайын деп тұрмын. Көп уақыт кетпейді, 5 минут. Одан кейін отбасыма көңіл бөлем. Ұтып алған заявкаларымды және де берген заявкаларымды жазып жүретін. Дәптерім барлық жеріне жазып қоямын. Қанша баға бергенімді, қанша бағамен ұтып алғанымды, соңғы ұтып алған выключателімді 4 штугын
81.800-ден ұтып алдым. Міне барлық көп те емес, жаңадан бастағам, бірақ мен жауып бітірген жұмыстарым, мына санасаңыз да болады, 4, 5, 6-шысы мына алып барам. 40 күн ішінде 505 мың табыс таптым. Нарықты зерттегенде жаңағы дүкендерге барып, оптовый складтарға барып, осындай прайс-лист бар, баға бар. Солардың бәрін распечатка етіп, бағып, отырып, зерттеп, нақтылаған соң заявка берем. Түскі асымызда дайын болып қалды. Кезекте ұтып алған заявкамның накладнойында жауап болдық. Енді бала-шағама түскі ас берем. Міне достар, үй шаруашылығымен арпаласып, бала-шағамен арасында тендер жасап үйреніп, осы тендерді істеп жатырмыз. Бәріне де уақыт табуға болады. Тек үлкен мақсат керек. Алдымызда қойып отқан мақсат айына миллион табу. Сіздер де үйреніңіздер. Бәрінен қолынан келеді. Тендер жасамен, тендер жасаңыздар.